Hi everyone, this is Easy English. Welcome to my channel. And today we are going to look at 4 common words that all students can often confuse. Did you already do it? Are you still doing it? Have you not done it yet? So today we are going to look at already, still, yet, just. Сәлем баршаңызға, бүгінгі тақырыбымыз already, still, yet, just сөздерінің қай кезде қалай дұрыс қолданатындығы туралы болады. Жалпы алғанда бұл 4 сөз өте көп мағыналарда қолданылады, ал бүгінгі тақырыпта біз оларды мезгіл істеу ретінде, яғни уақытқа байланысты қолдану аясына тоқталатын боламыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Okay, so let's begin with still. Still, something is the same as before. For example, does your daughter work? No, she is still at school. It means that she was at school before and she is at school now. Still қазақ тіліне аударғанда әлі деп аударылады, яғни бір нәрсенің, оқиғаның алдын ала басталғанын, әлі болып жатқанын, аяқталмағанын білдіреді. Мысал үшін, сенің қызың жұмыс істеп жатыр ма? No, she is still at school. Жоқ, ол әлі мектепте оқып жүр. Яғни оның алдында да қазір де мектепте оқып жүргенін білдіреді. I had a lot to eat, but I'm still hungry. Мен көп тамақ жедім, бірақ әлі де қарным ашып тұр. Do you still live in Paris? No, I live in London now. Сен әлі де Парижде тұрып жатырсың ба? Жоқ, мен қазір Лондонда тұрып жатырмын. Яғни, әлі бітпеген болып жатқан әрекетті айтамын де, әлі соны істеп жатырсың ба? Сен әлі ұйықтап жатырсың ба? Сен әлі осы кітапты бітіріп оқып жатырсың ба деген жерлерде қолданамыз. Ал енді біздің келесі мезгіл істеуіміз already, яғни әлде қашан деп аударылады. Бір оқиғаның, бір істің біздің ойлағанымыздан да, біздің күткенімізден де алдын ала бітіп қойғанын айтқан кезде қолданады. Мысал үшін, would you like a tea or coffee? No, thank you, I already had one. Сен кофе немесе шай ішкің келеді ме? Жоқ, рахмет, мен оны әлде қашан ішіп қойғанмын. I have already seen that film. I don't want to see it again. Мен бұл фильмді әлде қашан көріп қойғанмын. Тағы да көргім келмейді. Tom has finished the test already. Том тестін әлде қашан бітіріп қойған. Яғни бір әрекетті ертерек бітіріп қойған кезімізде қолданамыз. Мен бұл фильмді әлде қашан көріп қойғанмын. Мен ол жұмысты әлде қашан істеп тастағанмын деген жерлерде қолданады. Ал келесі мезгіл істеуіміз бізде just, яғни қазір ғана деп аударылады. Бір оқиғаның, бір істің қазір ғана біткенін, немесе бірнеше минут алдын, бірнеше секунд алдын біткенін айтқан кезде қолданамыз. Just көбінше present perfect жағының мезгіл істеуі болып табылады. Ал енді сөйлемде орналасу ретіне келетін болсақ, just мезгіл істеуі auxiliary verb, яғни көмекші етістікпен past participle, негізгі етістіктің ортасында келеді. Мысал үшін, I've just finished my work. Мен қазір ғана жұмысымды бітірдім. Бұл жерде have present perfect жағының көмекші етістігі, ал finish past participle, яғни негізгі етістік болып табылып тұр. Осы жерде have пен finish'тің ортасында біз just мезгіл істеуін қолданамыз. Тағы да бір мысалға келетін болсақ, she has just cleaned her room. Ол қазір ғана бөлмесін тазалап шықты. Қазір ғана болып өткен іс-әрекетті айтқан кезде осы just көмекші етістігімен қолданамыз. Мен қазір ғана шайымды ішіп қойдым. Мен қазір ғана үйімді жинап тастадым. Мен қазір ғана мына кітапты оқып бітірдім деген жерлерде қолданамыз. Ал енді біздің соңғы мезгіл істеуіміз yet. Қазақ тілінде әлі деп аударылады. Yet is used in negative and question sentences. For example, he hasn't come here yet. Has he arrived yet? Yet сөзін біз болмысы және де сұраулы сөйлемдерде қолданамыз, яғни бір іс-әрекеттің әлі болмағандығын білдіргенде қолданылады. Мысал үшін, мен әлі бұл кітапты оқыған жоқпын. Мен әлі тамағымды
ішкен жоқпын. Мен әлі бұл жерге барған жоқпын деген жерлерде қолданылады. Мысал үшін, he hasn't come here yet. Ол әлі бұл жерге келген жоқ. Has he arrived yet? Ол әлі келмеді ме? Және де yet сөзін біз сөйлемнің ең соңына қоямыз. Тағы да бір-екі мысалға тоқталатын болсақ, What are you doing this evening? I don't know yet. I will know later, but I don't know at the moment. Сен кешке не істейін деп жатырсың? Ой, әлі білмеймін. What is the newspaper today? I don't know. I haven't read it yet. Бүгінгі газет не туралы екен? Ой, білмеймін, мен әлі оны оқыған жоқпын. Мен оқимын, бірақ дәл қазір оқыған жоқпын. I'm hungry. I haven't eaten my breakfast yet. Менің қарным ашып тұр. Мен әлі таңғы асымды ішкен жоқпын. You can't go to the supermarket now. It's not open yet. Сен супермаркетке қазір бара алмайсың. Ол әлі ашылған жоқ. Яғни бір іс-әрекеттің әлі болмағандығын, жақын арада болатындығын айтқан кезде қолданылады. Compare still and yet. Ал енді still және де yet мезгіл үстеулерін салыстыра кететін болсақ, өйткені бұл екеуі де қазақ тілінде әлі деген мағынаны білдіреді. Қарапайым тілмен айтқанда, yet мезгіл үстеуі болымсыз және де сұраулы сөйлемдерде қолданылса, still мезгіл үстеуі бұл болымды сөйлемдерде қолданылады. Мысал үшін, she hasn't gone yet. Ол әлі кеткен жоқ. She's still here. Ол әлі осында. I have not finished eating yet. Мен әлі тамақ жеп бітірген жоқпын. I'm still eating. Мен әлі тамақ жеп отырмын. Яғни стиль болып жатқан іс-әрекетті білдіреді, ал yet әлі болмаған жақын арада болатын іс-әрекеттерді білдіреді. Тағы да бір мысалға тоқталатын болсақ, 50 minutes ago they were waiting for Tom to come. And now they are still waiting for Tom, but Tom hasn't come yet. 15 минут алдын олар Томды күтіп отырған еді. 15 минуттан соң олар әлі де күтіп отыр, бірақ Том әлі келген жоқ. Has it stopped raining yet? No, it is still raining. Жаңбыр әлі де тоқтаған жоқ па? Жоқ, ол әлі де жауып тұр. Ал достар, get пен stillдің айырмашылығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бірі болымсыз және де сұраулы сөйлемдерде қолданылса, бірі тек қана болымды сөйлемдерде қолданылады және де қазақ тілінде әлі деп аударылады. Ал енді бүгінгі тақырыпта өтілген 4 сөздің, яғни already, still, yet, just мезгіл үстеулерін бір-бірімен салыстырып сөйлем құрап көрейік. My friends are coming to my house for dinner, but they're not here yet. Yes, I already made a cake and the salad. I'm cooking a fish, but the fish is still in the oven. Everything is ready. Oh, I've just remembered I didn't buy any drinks. Hi, what are you doing? Would you like to go to the cinema with me? Not today, I'm still working on my project. Oh, I thought you already finished it yet. No, I haven't finished it yet. I've just started. Окей, достар, сіздерге сабақ толық түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.